ме балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Ең алдымен экранда көрсетілген тапсырмаға назар аударайық. Бұл жерде берілген жауаптардың сұрағын табу керек. Ендеше бірінші жауапқа сұрақ қояйық. Тату болса, ағайын жақын. Қандай сұрақ қоямыз балалар? Кім жақын? Дұрыс айтасыңдар. Тамаша. Екінші жауап, туып өскен елің қымбат. Қандай сұрақ қоямыз балалар? Не қымбат? Жақсы, дұрыс айтасыңдар. Үшінші жауап, іске аспаған серт қиын. Қандай сұрақ қоямыз балалар? Әрине, не қиын? Жарайсыңдар, тамаша. Енді балалар, бізде 3 сұрақ келіп шықты. Кім жақын? Не қымбат? Не қиын? Бұл сұрақтар бізге кімді есімізге түсіреді? Әрине, қазы бетпейді. Сонымен бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы қазы бетпей, кім жақын? Не қымбат? Не қиын? Сабақтың мақсаты автор стилін негізге ала отырып, шығармашылық жұмыс жазамыз. Олай болса балалар, экранда көрсетілген сұрақтарға өз ойларымен жауап беріңдер. Бірінші сұрақ, сізге кім жақын? Екінші сұрақ, сіздерге не қымбат? Үшінші сұрақ, сіздерге не қиын? Келесі кезекте экранда бізге қазы бетпей туралы мәліметтер берілген. Ендеше сол мәліметтерге тоқталып өтейік. Қазы бетпей, қазақ халқының ұлы биі, ел мен елдің арасын бітімге келтірген мәмілегер, шешен, ақын, данышпан, кемеңгер, халықаралық дәрежедегі елші, дипломат, көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, Тәуке хан кеңесінің белді мүшесі, 7 жарғыны құрастырып жасаушы, ел басқарып, қиындықта жол тапқан әділғазы, жоңғар басқыншыларына қарсы халық азаттық күресін ұйымдастырушылардың бірі. Келесі тапсырма оқулықпен жұмыс. Бейнебаянды көріп, кім жақын, не қымбат, не қиын сұрақтарына Қазыбек бидің берген жауаптарын табыңдар. Бейнебаянды тамашалайық, назар салып, мұқият тыңдаңдар. Бір адам Қазыбек биге кім жақын, не қымбат, не қиын деген 3 сұраққа жауап беруін өтінеді. Сонда би оған былай үн қатыпты. Тату болса ағайын жақын, ақылшы болса апайын жақын, бауырмал болса інің жақын, алдыңа тартқан адаласын, қимас жақын қарындасың, сыбайлас болса нағашың жақын, адал болса досың жақын, еркелейтін немерең жақын, жан серігін жас кезіңнен бәрінен де әйелің жақын. Алтын ұяң отан қымбат, құт берекең атаң қымбат, аймалайтын анаң қымбат, мейірімді апаң қымбат, асқар тауың әкең қымбат, туып өскен елің қымбат, ұятпенен ар қымбат, өзің сүйген жар қымбат. Арадан шыққан жау қиын, таусылмайтын дау қиын, шанышқыланған сөз қиын, дәл осындай жағдайда панаңа болмас өз үйің, жазылмаса дерт қиын, іске аспаған серт қиын, ақылыңнан адасып, өзің түскен өрт қиын, не істеріңді біле алмай, ашиды сонда бас миың. Бір адам. Сонымен, Қазыбек бидің кім жақын деген сұраққа жауабын мына өлең жолдарынан оқып білеміз. Тату болса, ағайын жақын, ақылшы болса, апайың жақын, бауырмал болса, інің жақын, инабатты болса, келінің жақын, алдыңа тартқан адаласын, қимас жақын қарындасың, сыбайлас болса, нағашың жақын, адал болса, досың жақын, еркелейтін немерең жақын, өз ұрпағың, шөберең жақын, жан серігің жас кезіңнен, бәрінен де әйелің жақын депті. Келесі сұрақ не қымбат? Бұл сұраққа
Қазыбек бидің берген жауабы: алтын ұяң, отаның қымбат, құт берекең, атаң қымбат, мейірімді анаң қымбат, асқар тауың әкең қымбат, туып өскен елің қымбат, ұят пенен ар қымбат, өзің сүйген жар қымбат. Соңғы сұрағымыз не қиын? Бұл сұраққа Қазыбек бидің жауабы: арадан шыққан жау қиын, таусылмайтын дау қиын, шанышқылаған сөз қиын, дәл осындай жағдайда пана болмас өз үйің. Жазылмаса дерт қиын, іске аспаған серт қиын, ақылыңнан адасып, өзің түскен өр қиын. Тентек болса ол қиын, не істеріңді біле алмай, ашиды сонда бос миың деген екен. Балалар, сендерге мынандай сұрақ қояйын. Қазбек неге қаз дауысты атанып кеткен? Ойланып көрейікші. Ендеше, біз бұл сұрақтың жауабын білу үшін келесі бейнебаянды тамашалайық. Қаз дауысты Қазыбек би. Қазыбек Келдібекұлы қазақ халқының 17-18 ғасырлардағы ұлы үш биінің бірі. Көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері. Орта жүз арғын тайпасының Қаракесек руына кіретін Болат Қожа атасынан шыққан ол 1667 жылы Сыр бойында дүниеге келген. Арғы аталары Шаншар Абыз, Бұлбұл, өз әкесі Келдібек есімдері елге белгілі әділ билер болған. Қаз дауысты Қазыбектің оқыған жерлері, алған білімі туралы нақты дерек жоқ. Дегенмен ел аузындағы әңгіме, аңыздар мен биден жеткен шешендік сөздер оның өз заманында білімде де жетелі, халықтың ауыз әдебиеті мен салт дәстүр рәміздерін, ата жолы заңдарын мейлінше мол меңгерген, озық ойлы, әділ де көреген, батыл да батыр адам болғандығын айқын аңғартады. Әділдігі мен алғырлығы үшін Тәуке хан Қазыбекті орта жүздің бас би еткен. Би әз Тәукенің тұсында хан кеңесінің белді мүшелерінің бірі болса, Сәмеке, Әбілмәмбет, Абылай ел билеген кезеңдерде де мемлекет басқару ісіне жиі араласып, ішкі сыртқы саясатта ақыл кеңестер беріп отырған. Бидің жастық шағы мен бүкіл саналы өмірі қазақ елінің өз ішінде рулық тайпалық алауыздықтар мен хандық билікке таластың неғұрлым өршіген көрші мемлекеттердің көзі тігуі жиілеп, жоңғар шапқыншылығы үдей түскен кезеңге тап келді. Ел аузындағы аңыз әңгімелерге қарағанда, ол Тәуке ханның белгілі би батырлары бастаған елшілігіне ілесіп, алғаш рет қалмақ қоңтайшысы Цевен Рабданға барғанында 14 жаста екен. Қылышынан қан тамған қаһарлы қалмақ ханның алдында қазақ билері жасқаншақтық танытып, көмілжіңкіреп қалған сәтте жасөспірім Қазыбек дат тақсыр деп жұлқынып алға шығатта: қазақ деген мал баққан еліміз, ешкімге соқтықпай жай жатқан еліміз, елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзасына жылқының қылын таққан еліміз, дұшпан басынбаған еліміз, басымыздан сөз асырмаған еліміз, досымызды сақтай білген еліміз, дәм тұзын ақтай білген еліміз, бірақ асқақтаған хан болса, хан ордасын таптай білген еліміз, атадан ұл туса құл болам деп тумайды, анадан қыз туса күң болам деп тумайды, ол мен қызын жатқан құл мен құң етіп отыра алмайтын еліміз. Сен темір болсаң, біз көмірміз, ерткелі келгенбіз, қазақ қалмақ баласын телткелі келгенбіз, танымайтын жат елге танысқалы келгенбіз, танысуға көнбесең шабысқалы келгенбіз. Сен қабылан болсаң, мен арыстан, алысқалы келгенбіз, тұтқыр сары желіммен жабысқалы келгенбіз. Бітім берсең, жөніңді айт, бермесең тұрысатын жеріңді айт депті. Жас баланың бұл сөздерінен бас алыспақ батырлықты да, ынтымаққа шақырған ізгілікті де аңғарған қалмақ ханы әділдікке жығылып, өжеттігі мен шешендігіне риза болып: дауысың қаздың дауысында екен, бұдан былай сенің есімің қаз дауысты Қазыбек болсын деген екен. Соның арқасында елшілік жау қолындағы 90 тұтқынды шабылған мал, тоналған мүлігімен шашау шығармай қайтарып алып, елге олжалы оралған екен. Қазыбек бұдан кейінде жоңғарларға 2 рет елшілікке барып, ел намысына дақ түсірмей көздеген мақсатын орындап қайтқан.
Бірінші тапсырма бұл жұптық жұмыс. Бұл тапсырма Вен диаграммасы арқылы орындалады. Қазыбек бидің елшілік қызметі тарихтан белгілі. Вен диаграммасының көмегімен бұрынғы елшілер мен қазіргі елшілерді салыстырасыңдар. Тапсырма дескрипторы жазылған. Бірінші, бұрынғы елшілердің қызметін жазасыңдар. 1 балл. Қазіргі елшілердің қызметін жазасыңдар. Бұлда 1 балл. Ұқсастықтарын табасыңдар. Бұғанда 1 балл. Экранда сендерге Вен диаграммасы ұсынылып отыр. Осы диаграмманы жұппен толтырамыз. Ал қазір біз екінші тапсырма топпен жұмыс жүргіземіз. 3 топқа бөлінеміз. Бірінші топ кім жақын, екінші топ не қымбат, үшінші топ не қиын. Әр топқа осындай кестелер беріледі. Бірінші топтың тапсырмасы. Бұл кестеде сендер Қазыбек бидің кім жақын деген сұрағына 3 жауабын жазасыңдар. Екінші бағанада неліктен олай айтқанын өз пікірлеріңмен жазасыңдар. Үшінші бағанада маған кім жақын деген сұраққа 3 жауап жазасыңдар. Екінші топтың тапсырмасы дәл сондай реттілікпен не қымбат деген сұраққа Қазыбек бидің 3 жауабын келесі бағанға неліктен олай айтқанын және соңғы бағанға маған не қымбат деген сұраққа 3 жауап жазасыңдар. Үшінші топтың тапсырмасы не қиын сұрағына Қазыбек бидің берген 3 жауабы неліктен олай жауап бергені туралы және маған не қиын деген сұраққа 3 жауаптарыңды жазасыңдар. Үшінші тапсырмамыз жеке жұмыс жазылым тапсырмасы. Бұл жерде сендер еркін жазу әдісін пайдаланып, кім жақын, не қымбат, не қиын шешендік сөзіндегі негіз қойды. Одан алған әсерлеріңді, өз пікірлеріңді жазасыңдар. Жазылым тапсырмасы жеке жұмыс 7 балмен бағаланады. Елшілікке бару себебін түсіндіресіңдер. Қаз дауысты Қазыбек би атануын айтасыңдар. Негізгі ойды анықтайсыңдар. Не үйренгендеріңді айтасыңдар. Нені біле түсу керектігін жазасыңдар. Қазақ тарихындағы орны туралы өз пікірлеріңді айтасыңдар. Алған әсерлеріңмен бөлісесіңдер. Кері байланыс береміз сабаққа. Қазыбек биді қай қырынадан таныдыңыз? Бұл сұраққа 4 сөйлеммен жауап береміз. Бірінші, менің ойымша. Екінші, себебі. Үшінші, мысалы. Төртінші, қорытындылай келгенде деп өз пікірлеріңді айтасыңдар. Үй тапсырмасына сендер рафт кестесімен жұмыс жүргізесіңдер. Кестеге сүйене отырып, Қазыбек биге хат жазасыңдар. Сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.